Міне бүгін бізде миллисердикат дәрежесіндегі есапларды көріп барамыз. 28 мартқа дейін осындай есаплардан көплеген көріп шығамыз. Бүгін бірінші есабымыз біздерде айтып қойыпты, жесім 3 метр секунд тезләніш білән харакетланып, оның 4 секундтан кейін орташа тезлігі 16 метр секунд кетті, жесімнің башлангыч тезлігін топайын дейді. Демек, біздердің формуламыз бар еді, орташа тезліктің формуласы v0 плюс v бөлінген 2. Бұл тезленушен, өзгерушен харекет үшін. Секілленушен мұрылы, тезленушен мұрылы. Демек, бұл жерде тезленушен болған үшін біздерде v0 плюс ат деген формула. Осы екеуінен пайдаланып шығарсақ болады. Орташа дегеніміз, орташаның орнына 16 қоймас, берілген біздерге v0 плюс v бөлінген 2. Осы жерде v плюс v0 32 тең болды. Демек, мынаны табамыз. v тең, v0 жоқ, плюс a дегеніміз 3-ке тең, t дегеніміз 4-ке тең. Екеуін көйтсек 12. Мына жерден v минус v0 тауып жүретін болсам, қараң, 12. Мына яқтан өтсе минус өтеді. Демек, 12. Екеуін система қылып тұр, бір-бірінен алып тастайды. Үстіндегісінен астындағысын алсам, туырдан тұрып баслангыч тезлік деп шығады. Демек, үстіндегісінен астындағысын алатын болсам, 2 v0 болады. Тең, мына екеуінің айырмасы 20-ға тең болады. Демек, v0 бұл жерде 10 метр секунд. Демек, біздерде баслангыч тезлік табылды. 10 метр секунд болады шығамыз.